Бәріңізге сәлем. Бүгін теплый салат, яғни тайский салат жасайтын боламыз. Дайындалуы өте оңай. Ол үшін етті осылай жіңішке соломка етіп тураймыз. Сосын соевый соус қосып араластырып қоямыз. Қиярды және тәтті бұрыштарымызды да солай тураймыз. Көлемін қалауларыңызша қысқа етіп турасаңыздар болады. Сарымсақты майдалап тураймыз. Енді қызып тұрған майда бірінші етімізді қуырып аламыз. Шамамен 15-20 минуттай қуырамыз. Сосын сарымсақ қосамыз. 1 минуттай уақыт өткен соң тәтті бұрыштарымыз бен қиярды салып, 1 шай қасық тұз қосып 5 минут қуырамыз. Қызанақты майда немесе ірі етіп турап алып, салатымызды ыдысқа салып, қызанақты қосып араластырамыз. Және 1 шай қасық уксус қосамыз. Салатымыз дайын. Ыдысқа салған соң бетіне аздап күнжіт сеуіп жіберсеңіздер болады. Өте оңай жасалады, ерекше дәмділігі бар. Осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептлерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.